Ассаламалейкум бауырлар. Бүгін анау тиктоктағы Нұрлан имамның журналистке берген сұхбатын естіп, жағам ұстадым. Алла сақтасын. Бәріміз намазхан болып кетпеуіміз керек, исламизация болып кетпеуіміз керек деп. Бұл Алла сақтасын, бұл үлкен қауіпті сөз. Сонда бұл сөз тәңіршілдердің сөзінен ешқандай айырмашылық жоқ. Тәңіршілдер не дейді? Дін бар жерде ғылым дамымайды дейді. Дәл сол сөзді қайталап отыр бұл кісі. Алла сақтасын. Ал енді Құранның бірінші аяты, білесіздер, ол оқы деп түскен. Тағы бір аятта айтады Аллах Тағала сендердің іштеріңде иман келтіргендеріңменен іштеріңде білімді озат болғандардың, яғни ғалымдардың дәрежесін көтеріп қояды дейді. Сондықтан бұл ислам діні, ғылым діні. Рамазан Аль-Бутидің айтқан сөзі бар. Біз көптеген елден артта қалдық, артта қалуымыздың себебі исламнан артта қалдық дейді. Міне, сондықтан дінді дұрыс ұстай алмағандығымыз себепті біз артта қалып жатырмыз. Сол дінді ұстай алмағандығымыз себепті біз дамымай жатырмыз. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, дінде шектен шығу бар, дінді бекем ұстану бар. Дінде шектен шығу кім десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманда пайғамбарымызға 3 сахаба келеді. Ей Алланың елшісі, мен өмір бойы үйленбеймін дейді, біреу айтады. Екіншісі айтады, өмір бойы ораза ұстаймын дейді. Үшіншісі айтады, мен өмір бойы тахаджуд намазын оқып өтемін дейді. Түнгі намаз, парыз болмаған түнгі намаз бол, тахаджуд намазы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үшеуінде қайтарады. Ей пайғамбар бола тұра, дінді мен біле тұра, сендерге үйрете тұра, мен үйленем көбейемін. Сен үйлен деді. Екіншісіне айтты, мен пайғамбар бола тұра, менің аузым кейде ашық болады, кейде аузым жабық болады деп, ол сахабаны да тыйды. Екеуі тыйылды. Үшінші айтты, ей Алланың елшісі, мен осы тахаджуд намазын өзіме міндеттеп алам деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, шамаң жетпей қалады деді. Сонда жаңағы сахаба қартайған кезде өкінген екен. Тахаджудқа тұра алмай қалған кезде пайғамбарға берген уәдемнен тайдым деп. Қараңыз, дінде шектен шығу деген осы нәрсені айтады. Ал дініне бекем болу, намазға бекем болу, тақуалық қылу, ол тек қана Құдай Тағалаға жақындатып, сені әулие қылатын амалдардан болып есептелінеді. Алла сақтасын. Сондықтан да айтайын деген не нәрсе? Біз Қазақстан намазхандардың саны 50% емес, 3% ғана. 3% ғана. Ал енді соның ішінде орамал тартатын қарындасымыз ол ауадағы шаң секілді көрінбейді. Қаншама қыздарымыз орамалменен мектепке, университеттерге, колледждерге кіре алмай жылап жүр. Оның заңы қашан қорғалады десе, зайырлы мемлекетте олардың да саны көп болып, олардың да талабы көп болған кезде қорғалады екен. Ал сіз келіп, намазхандар көп болып кетсе, исламилизация болып кететін болса, еліміз дамымай қалады деген сөзді уәжді айтып жатсыз. Онда сол қарындастарымыз жылаған күйі жылайып жүре береді деген сөз. Алла сақтасын. Сондықтан да бұл ислам діні кез келген фигураны жасап алатын балшық емес. Ислам діні кез келген фигураны жасап алатын бұл пластилин емес. Екінші, заманауи молда деп жатыр ғой жаңа журналист. Заманауи молда деген сөздің өзі қателік. Аллах Тағала кез келген заманға бұл ислам дінін қолайлы қылып жіберген сізбенен бізге. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, сізбенен біз мұсылмандар өзіміздің білімді екендігіміз көрсетуіміз керекпіз. Және намазхандардың санының көп болуына үлесімізді қосуымыз керек. Уағыздарымызды, насихаттарымызды ешқашан бір-бірімізден үзбеуіміз керек. Сол кезде ғана егеменді еліміздің еңсесі иманмен, исламмен, білімменен биік болады. Ал басқа жолды мен көріп тұрған жоқпын. Алла сақтасын. Нұреке, бұндай өрескел қателік бұл күпірге жақын емес, бірақ күпірден де алыс емес. Алла сақтасын. Сондықтан сақ болыңыз өз-өзіңізге. Дұрыс, Алланың алдында күнәһар болып қалмаңыз.